көпшіліктің сұрауы бойынша мен өзімнің елшілігіме дәлел ретінде Құранның көптеген аяттарын сіздерге ұсынамын. Біріншіден, кім Алланың елшілігіне сенбесе және оны мойындамаса, сол өзінің барлық амалдарынан айырылып, түгел түкке тұрғызбақ болады дағы жаңа кәпірлердің санатына көшеді. Сондықтан мені тыңдап отырған достарым, сендер жаңағындай түк негізсіз маған сенбесеңдер, ол жаңағы сендердің жағдайларының өте нашар екендігін білдіреді. Сондықтан Құдайдан қорқу керек. Ал енді сенсеңдер өздерің үшін жақсы. Дегенменен де мен сендерге мынаны бастайын. Кеттік. Бірінші дейді. Ей Мұхаммед айтады, ей Мұхаммед айт дейді. Мен туралы Алла және кімде жазбаның білімі барлар жеткілікті дейді. Әрине Мұхаммедтің кезінде ол жаңағы иудейлер, сол иудейлердің өзі куәлікті жеткілікті дейді. Ал менің кезінде маған кішкене оңайлау. Десеңіздер, мен туралы мен сіздерге айтамын. Менің елші екеніме Алла және Құран жеткілікті. Біріншіден, маған қара күштер сендер айтқандай бір жын шайдан хабар сыбырлайтын болса, олар ешқашан біз жеңеміз деп айта алмайды. Өйткені Құранның Имран сүресінде былай деп айтылған. 126 аятында былай дейді. Жеңіс тек Алладан ғана болады дейді. Сондықтан дағы ешқандай да қара күш біле тұрып былай сөз айтпайды. Олар сендерден ақылды, олар артық қателікке бармайды. Сондықтан олар Алла тұрғанда біз жеңеміз деп айтпайды. Екіншіден, батар кезіндегі жұлдызбен аңды етемін дейді. Сендердің отандастарың адаспады, сені жолдан таймады. Ол өзінің еркін сөзімен айтып жүрген жоқ. Оған ашылған аян, оны күшті ұғым оқытты, ұғымның егері. Ол көкжиектен көрінді, сосын таяу жылжып келді. Ол ада 2 садақ бойы, немесе одан да жақындау арақашықтықта еді. Сол кезде өзінің құлына ашқанын ашты. Оның көргенімен оның жүрегі алданбады. Сол Құранда былай дейді. Сонда оның көргенімен ақиқатыменен дауласқыларың келе ме дейді. Пайғамбармен дауласқан ғой Мұхаммед пайғамбармен. Тура осындай жағдаймен де болды. Сонда сендердің де жаңағындай менің көргеніммен және оның ақиқатымен дауласқыларың келе ме? Я керек десеңдер, онда жаңағы Мұхаммедпен дауласып тұрған кәпірлердің нең артық сенің. Әрі қарай кеттік. Абу Хурайра айтады, судный час не доступит до тех пор, пока не появится человек из Кахтана, который своим посохом поведет людей за собой. Мұхаммед пайғамбар айтқан, кезінде жаңағындай Қақтан деген жерден бір ақсақал шығады, және ол өзінің таяғыменен, аса таяғыменен топты бастайды деп. Мінекей қарап отырсаңыздар, Қақтан деген жер жоқ ешқайда, ал Қазақстан деген жер бар. Енді сол заманда не пайғамбарымыз, не Абу Хурайра екеуінің бірі Қазақстан деген сөзді, кішкене орыстың сөзі қаншақамен, Қақтан деп естулері мүмкін. Және де жаңағы посох, таяқ, аса таяқ менде бар. Сондықтан да жаңағы мен ақсақал адаммын. Қарап отырсаңыздар, міне сіздердің орталарына шығып отырмын. Төртінші. Бір кездері Алла пайғамбарлар менен бәтуа жасасты дейді. Мен сендерге жазбадан және даналықтан беремін. Сосын сендерге ақиқатты растаушы елші келеді. Сендер оған сенулерің және оған көмектесулерің міндетті. Менімен осы ауыр шарттықта одақты үндесесіңдер ме, және қабылдайсыңдар ма? Олар айтты, үндесеміз және қабылдаймыз. Алла айтыпты, ендеше куәлікте болыңдар. Мен де сендермен бірге куәлердің санатындамын деп. Сондықтан дейді Алла айтады. Осыдан кейін тайғандар, олар арсыздар. Міне 3-ші сүренің 81-ші аятында осылай айтылған. Және де осының жалғасы ретінде 33-ші сүренің 7-ші аятында былай дейді. Біз пайғамбарлар мен бәтуаға кіріскенімізде дейді шартқа жаңағындай. Сенімен, Мұхаммед, Нұхпен, Ибрагиммен, Мұсамен, Исамен біз олармен мықты бәтуаға отырдық дейді. Ол не?
сенімділерден сенімдікті талап ету, ал сенімсіздерге Алла өзінің азабын әзірледі дейді. Міне осы басты аят осы жерде жаңағындай бүкіл пайғамбарлардың дінін, олардың кітаптарын, даналықтарын растайтын елші келеді деп отыр. Және де бүкіл пайғамбарлар оған көмектесу керек. Сондықтан дағы менің айтып жүргенім, қазіргі уақытта Мұхаммед пен Иса маған жәрдемші болып жүргенім осы діннің басын қосуда. Міне осыдан көрдіңдер ма? Ендігі жерде тағы айтады, ей адамның ұлдары, сендерге өздерінің араларынан өздеріңе елшілер келгенінде, олар сендерге біздің белгілі нышандарымызды үндейтін болады. Сендерден кім Құдайы қорқынышты және жақсылық жасаушы болса, оларға қорқынышты уайымдар жоқ. 7-ші сүренің 35-ші аятында. Мұхаммед пайғамбарға Құран түсе тұрып, келешекте сендерге елші келеді, ей адамның балалары деп несін айтады? Бұл болашақта келетін елшілерді айтып тұр ғой. Енді тағы мынаны қараңыздар. Осыдан бұрын да сендерге Жүсіп те анық нұсқаулармен келген. Бірақ сендер одан кейін елші болмайды дегенсіңдер дейді. Алла өзінің ойында еркінситіндерді, күмәншілерді осылайша адастырады дейді. Жүсіптен кейін пайғамбарлар келді ғой, елшілер келді ғой. Сол кезде елдер жаңағы Жүсіптен кейін елші келмейді деді. Сонда Алла айтады, мен оны не үшін істедім дейді. Өйткені жаңағындай ойында еркінситін күмәншілерді адастыру үшін істедім дейді. Міне сендер де қазір Мұхаммедтен кейін елші келмейді деп, осы Жүсіптің қауымының істеген істеп жатсыңдар. Сонда получается не? Алла сендерді де ойларында еркінсіп, жаңағындай күмәнші болып тұрған сендерге де адастырудың амалын айтып тұр. Сондықтан да адасқыларың келсе адаса беріңдер. Бұл жаңағы 40-шы сүренің 34-ші аятында осылай айтылған. Енді дейді, мынаны қараңыздар. 44-ші сүренің 2-3 аятында дейді, расында да дейді, біз әрқашан елшілерді жіберушіміз дейді. Пайғамбарымыз жаңағыдан кейін пайғамбар болмайды, ал елші болады деген осыдан туындайды. Және дейді, біз дейді, жақсылыққа бейім адамдарды пасықтардан айырмай, кәдір жағдайында қалдырмаймыз. Алла құпиясын сендерге ашпайды. Бірақ та ол үшін қалағанын сендердің араларынан елшілік тағайындайды. Алла және оның елшілері сеніңдер. Егер де сенімді Құдай қорқынышты болсаңдар, сендерге зол байлықтар бар дейді. 3-ші сүренің 179-ші аятында. Тағы да келешекте елшілер тағайындайды, сендерге елшілер келеді деп айтып тұр. Бұл Мұхаммед соңғы пайғамбардың кезінде айтып тұрған нәрсе. Сондықтан дағы елші келмейді деп қалай айтасыңдар сендер? Енді сендерге айтайын дегенім, мен сендерге айттым ғой. Мен сенімде Ибрагим деймін. Неге? Өйткені Ибрагим де 26 жыл өзінде ұрпағын тосты. Мен де 26 жыл Құдайға жалынып, осы күнді, осы бүгінгі күнді тостым, ұрпағыма жетсем екен, хабарласам екен деп. Екіншіден, мен Алланың рухында Исадаймын. Енді оны білесіздер, өйткені мен Исаның руханиятын, Інжілді толық түсініп, христиандардың өзінің қателіктерін мойнына салып отырған адаммын. Алланың сөзінде мен Мұхаммед деймін. Өйткені Құранның бүкіл жаңағы жасырын нелерін тауып, жаңағы елшінің жаңағы дәлелдемелерін тауып отырған мен емекім. Онан басқа қаншама видеоларымды көрсеңдер нәрселер бар. Соның барлығы де. Енді сіздерге мысалы үшін мынаны айтайық. Біз дейді, қандай да елші жібермейінше ешкімді жазаламадық дейді. 17-ші сүресінде солай айтады. Сонда сендер қазақ еліне елші ешқашан келмеген. Сонда біз жазалаусыз қаламыз деп ойлайсыңдар ма? Ертең күні Аллаға айтасыңдар ғой. Бізге елші келген жоқ. Біздің күнәміз жоқ. Алла сен өзің қателестің деп айтасыңдар ғой. Сол айтпас үшін міне біз елші жібермейінше ешкім жазаламаймыз дейді. Сендерді жазалау үшін мені елші қылып жіберіп отыр. Сендер оған сенбеңдер, сосын жазаламасыңдар. Міне сендерге дәлелдеймін. Ал сенсеңдер, әңгіме басқаша. Енді ең басы тақырып. Осы исламның қателесіп жүрген жері. Қараңыздар. 33-ші Ахзаб сүресінің 40-шы аяты былай дейді. Ей Мұхаммед, кешіріңіздер. Мұхаммед сендердің еш қайсыларының әкелерің емес. Ол тек қана Алланың елшісі және пайғамбарлардың соңы дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде елшінің соңы деген сөз жоқ. Тек қана ол дейді елші дейді, және пайғамбарлардың соңы дейді. Сондықтан да сендер калима шахадаттап не дейсіңдер?
ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла, то есть Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі дейсіңдер. Бірақ ешқашанда сендерге Мұхаммед оның пайғамбар деп айтуға болмайды. Қазіргі заманда пайғамбарлық тоқтаған. Сондықтан ешкімді пайғамбар деп айта алмайсыңдар. Пайғамбарды Мұхаммедтің өзін бұрынғы пайғамбар деп айтуларың керек. Қазір ол пайғамбар емес. Қазір бірақ ол елші деп мойындайсыңдар оны. Сондықтан дағы бұл жерде осы аятты маған бетіне басарсыңдар бәрің. Бүкіл исламның қателесіп жүр осы жерде. Бірақ та бұл жерде өткені жаңағы соңғы пайғамбар деп тұр, а елші соңғы деген сөз жоқ. Елшісі деп тұр. Олай болатын болса, елші мен пайғамбардың арасын айыра алмай, жаңағы енді Мұхаммед пайғамбар деген ешкім болмайды деген әңгімені кешіріңіздер. Өте сендердің қателік надандықтарының бір дәлелдемесі. Сондықтан дағы басқа да дәлелдемелер бар, және болады да. Неше түрлі кереметтердің бәрін көресіздер Құдай қаласа. Бірақ енді соның барлығы не кәпірлер үшін, сенімсіздер үшін. Өйткені қандай да бір керемет келгеннен кейін сол қауым жоқ болып кетеді. Сол қауымның үстіне тас жауады, сол қауымның үстінде жер қопарылады, кереметтің бәрі солай көрсетіледі. Олай болатын болса, сұраңдар Алладан кереметті. Сол күні бірақ өздерің жоқ боласыңдар, оны анық. Өйткені сендер кімсіңдер? Сендер сенбей керемет сұрап тұрған адамсыңдар. А сенетіндер ол Алла куәлікке жеткіл дегеннен кейін-ақ мойындайды. Сондықтан дағы мен сендерге бірақ нәрсе айтамын. Маған сеніңдер. Және кеңдігі жер мен көктің аралығында жұмақты иеленіңдер. Екі діннің басын қосамыз, біз жеңеміз. Қаласаңдар да, қаламасаңдар да. Сенсеңдер де, сенбесеңдер де. Сенбесеңдер, сендерге Алла және оның елшісі мұқтаж емес. Ал сенсеңдер, Алла және оның елшісі сендерге жұмақты уәде етеді.